Ассалаумағалейкум қазақ халқы. Мына бір Алекс деген бір оңбаған адам келе жатыр екен. Елімізге, жұртымызға бұл керексіз нәрсе. Елдің мына бірлігін бұзайын деп жатыр ол. Біз ешкімге қарсы емес, бірақ өз жерімізде, өл елімізде намысты ер жігіттер жиналып, мына қазақ деген жүрегінде елім, жерім, халқым деген азаматтар жиналып, бүкіл қазақ халқы жиналайын деп жатыр. Так что ол ары жүрсін, бізге керек жоқ ол. Бізге ол діні де жоқ, несі жоқ. Ондай азаматтар бізге аулақ жүрсін. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Мына Алматы қаласында бүгін 19 қараша 22 жыл Алекс Лесли деген Ресейдің азаматы біздің қазақтың қыздары, қазақтың қарындастарымызды жаман сөзбен айтып, бүйтем сөйтем деп жаңағы ар намысымызға тиіп отқаннан кейін бүткіл қазақтың намысты жігіттері осы Алматы қаласына аэропортқа күтіп алуға жиналып отырмыз. Біз қазақтың жігіттері ондай орыстың жексұрын жаңа азаматтарын қазақтың ар намысына тиетін сөздері үшін өшерге жиналып қазақтың намысын біз қазақтың жігіттері таптатпаймыз. Сол үшін бұл жерде ұлтаралық қақтығысқа біз апаруға жол бермейміз. Сол үшін осы жерде жиналып отырмыз. Өкімет саласының адамдарына талап етеміз, Алекс Леслиді Қазақстанға кіргізбесін. Бәріңізге ассалаумағалейкум, қазақ елі, ағайындар, өздеріңіз көріп біліп отырсыздар. Мына клоун, маймыл, сайқымазақ болған Алекс Лесли лақап атымен танылған Александр Кириллов, Ресей азаматы, біздің көрші ел Ресей азаматы, біздің қазақ еліне бүкіл ұлтқа кір жағып, ар-ожданын аяққа таптап, ар-намысқа тиетін сөздермен, видеолармен, аудиолармен әлеуметтік желіні шулатуда. Оны бәріміз көріп отырмыз, бүкіл әлем көріп отыр. Біз бұдан ары қарай оның біздің намысын аяққа таптауына жол бермейміз. Яғни біздің сыртқы істер министрлігіне, біздің президент әкімшілігіне және ұлттық қауіпсіздік комитетіне, прокуратураға, сотқа бәріне осы үндеуімізді жолдаймыз. Александр Кириллов есімді Ресей азаматына толыққанды өмір бақи Қазақстан Республикасына кіруіне тыйым салынсын!